Мен шығарып салғаннан кейін бір жаққа кет. Неменеге ар жақпен өттің? Бір жолға просто тал тұрып қалды, сосын өте салдым. Қалай бір жол? Баяғыда кішкентай кезімізде білесің бе? Мынандайдан адам екі жағынан өтетін болса, екеуі ұрысып қалады деген. Қазір ұрысып қалсақ не боласың? Ол әшейін нәрсе ғой, жеңше. Қалай әшейін нәрсе? Сонда не мен әшейін нәрсемен айналысады деп тұрсың, әңгімең әшейін дейін деп тұрсың ғой? Сонда мен сөзімнің ешқандай мән мағынасы қалмады ғой сен үшін, Жоқ, сізде ешкім әшейін нәрсе айтады, мән мағынасыз деп жатқан жоқ. Сол баланың тірлігі ғой үшін. Менің тірлігім сонда сендер үшін баланың тірлігі екен ғой? Ата-енені құрметтеу, ағаңа деген құрметім, үйде кір жуу, тамақ істеу, соның бәрі әшейін тірлік, сонда баланың тірлігі екен ғой, а? Не? Көрдің ба? Мен саған айттым, ар жақпен өтпе дедім. Ұрысып қаламыз дедім. Ұрысып қалдық па? Тұра тұрыңызшы, жеңше. Болды ма? Болды енді. Кеттік жүр. Бұл істен естіп құтылмасаң, құтыламайсың. Сенің құрбың не қызық қуат, басың қоспа деп мені